Assalomu alaykum, hurmatli Birtutash Желтоқсан Facebook ko'rurmendari, do'stlarim, demonstrant sayti, Birikкен Ұлттар Ұйымының Қазақ радиосы және hurmatli қазақстандықтар, бүкіл дүние жүзіндегі қазақ диаспорасы. Біз қазір ең Қазақстанда, ата жұртымызда, өз елімізде маңызды саяси науқанда отырмыз. Міне бүгін, Құдай қаласа, 3 тамыз 20 күннен кейін Қазақстанның тұңғыш жаңа Қазақстанның құрылтайына дауыс береміз. Сондықтан бүгін кешегі 3 серияның жалғасы, бүгін 4 серияның түсірімі. Бұл жерде осы сайлаудағы бюллетеннің нөмірі 3 партия, Жасылдар Байтақ партиясына дауыс беруге шақырамыз. Сондықтан біз сіздерге бүгін біздің мақсатымызды жариялаймыз. Сөйлеп тұрған, өздеріңіз көріп тұрғандай, Жеңісбек Сабырайым, осы Жасылдар Байтақ партиясының республикалық Алматы қаласы филиалының ақсақалдар қауымының төрағасы. Негізгі біздің мақсатымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, ашық қоғамды қалыптастыруға ықпал ету. Бұл тақырыпты өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы Біріккен Ұлттар Ұйымының жанында антикоррупция үлкен халықаралық ұйым бар. Сол ұйымда мен мүшемін. Сол жерге бүкіл Қазақстанның, ол кезде Назарбаевтың кезі, ескі Қазақстанның кезінде коррупцияның қатты дамығаны соншама, криптократтар деп қазынаның май шелпегін жеушілердіңге қарсы шыққан болатынбыз. Сондықтан ол жұмыс енді жаңа Қазақстанда да белеу алып отыр, сол ескі Қазақстанның қалдықтары. Сондықтан бұл жұмысты еш уақытта тоқтатпаймыз. Себебі бұл сыбайлас жемқорлық деген ішімізді жегідей жеп жатқан өте ұйымдасқан қылмыстық топтардың қозғалысы. Ол баяғы заманнан бері қалыптасып қалған біздің осы қоғамдың ішін ірітіп жатқан шірік. Сол шіріктен тазару үшін біз таза Қазақстан, таза су, таза ауа, таза жер, таза саясат ұранын сіздерге жариялап, осыны бізбен бірге, құрметті қазақстандықтар, 20 миллион Қазақстан азаматтары, соның 8 миллионы дауыс бере алмайтын 12 миллион электорат дауыс беріп, осы Қазақстандыға еңбек етіп дамытып отырғандардың барлықтарын шақырамын. Себебі әрқайсымыз біз сол саяси жемқорлықтың жәбірленушілеріміз. Сондықтан біз оны бүкіл дүниежүзілік антикоррупцияның ұйымына бірігіп, осы Қазақстандағы жемқорлардың жолдарын тыйып, шетелге кеткен бүкіл қаржыларымызды қайтарып, Қазақстанның дамуына салайық. Екінші, азық-түлік қауіпсіздігі, экологиялық таза өнім өндіруді және агроөнеркәсіп кешенін дамытуды қолдау. Кеше мен бір базарда бұрынғы Аманат партиясының сондай жақсы бір депутаты Әбеновтің көрдім. Ол өзінің Әділет жаңа партиясына дауыс жинап, халықтың арасында өзінің насихат жұмысын жүргізіп жатыр. Өте тамаша, бірақ ол айтады, міне мен сіздерге экологиялық таза өнім әкеп отырым дейді. Бұл жерде қалай риза болмайсың? Біздің
Әділеттің де экологияны қолдап, экологияның таза өнімдерін өздерінің электораттарына таратып жүр. Яғни бізде ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Себебі Әділет партиясы мен ғылыми инновацияны дамыту жақында меморандумға қол қойды. Сондықтан біз не мақсат? Таза су. Таза су ол адамның ең бірінші азық түлігіне, оның денсаулығына көп көмек беретін. Негізгі су таза болса, денсаулық таза болады. Тамағың, азық түлігің таза болса, біздің өмір жасымыз ұзақ болады. Сол себептен жан-жақты көп тараптылық осы агроөнеркәсіпте экологиялық таза өнімдерді ол судың шығатын терең бөлігіне, терең жерінен басталады. Яғни 25, 60, 50 метрден тереңдіктен су алып таза ішуіміз керек. Сонда біздің денсаулығымыз таза, өмір жасымыз ұзақ болады. Сол үшін күресейік. Сол үшін біздерге дауыс беріңіздер. Экологияны қолдаймын деп жатқан адамдардың барлығына дауыс беру керек. Біздің қазір 47 Жасылдар Байтақ партиясының 47 үміткерлері барлық Қазақстанда осы мен айтып отқан сөздерді олардың аузынан естисіздер. Төрағамыз Азаматхан Әміртаев нағыз үлкен керуенді бастап шықты. Бүкіл Қазақстан бойынша. Себебі ең үлкен нәубет ол Арал теңізіндегі судың жоқ болып кетуі. Сол себептен мен бүгін қатты зерттедім. Байқоңырды қатты зерттесем, біздің бір Байқоңыр космодром Байқоңырды ұшқан бір спутниктік ракета 2 миллион куб суды талап етеді екен. Неге? Тек қана судың оның жиналып сол спутниктің астында ұшар кезде тек қана дауысты шығармай жақсы шу болмас үшін және космосқа тікелей көтеріліп кету үшін 2 миллион куб су кетеді екен. Ол тура Аралдан Камчаткаға дейін айлақтар көрдіңіз бе? Жасалып, сояқтан алынып жатыр. Яғни біздің қазақтың Арал, Байқоңыр жері 55 жылдан бері 71 жыл болыпты. 71 жыл Аралдың суын пайдаланып келе жатқан. Ол жерге ешкім өтемақысын төлеген жоқ. Сол себептен мен сіздерге айтарымыз, біз осы экологтар бүкіл Қазақстанның Жасылдар Байтақ партиясы жаңа ғылыми, инновациялық, практикалық зерттеулерімізді тереңнен зерттеп, қай жерде бізде кемтар дүниелер. Соның бәрін жергілікті, осы біздің ол біріншіден ауылды жер болсын, қалада болсын, келген турист болсын, қонақ болсын, барлықтарының ішіп жейтін суына, азық түлігіне қауіпсіздік болу керек. Неге бізде емшектің баласына дейін қазір емшек еміп ауруға душар болып жатыр? Осының бәрі экологиялық нәубет. Ол Байқоңыр, Семей полигоны. Сол сияқты Қазақстанда 500-ден аса атом сынақтары ашық атом сынақтары, және жабық болса да болған. Өзіңіз ойлап қараңыз. Японияда Нагасаки және Хиросимада 2-ақ бомба жарылды. Ал Қазақстанда 500. Ашық көбісі. Соның жарылыстың зардабын есептеген кезде бір Хиросима мен Нагасакиға жарылған атом бомбының жарылысынан 15 есе күшті екен біздің осы қазақтың жерінде сыналған атом бомбалары. Бұл мақтаныш емес. Бұл деген зардап. Бұл деген ұлттың трагедиясы. Соған, мысал мен көп сол жапондық ғалымдармен жұмыс істеп жүрмін. Сол ғалымдар айтады, ол Қонаев атамызбен де жұмыс істеген екен олар. Ол біздің жоғары жақтағы мұзайдын айлақтарының барлықтарында неге біздің осы Алматыны сел баспайтыны? Сол жапонның тұтқындарының арқасында. Сол жапондардың айтуынша
Biz жерimiz, экологиямыз, 20 миллион халқымыз biz kədimgi жәндік сияқты сол ядролық жарылыстың салдарына, экологиялық катастрофаға біз адаптация, жерсінген екенбіз. Көрдіңіздер ме? Қандай мықты қазақ халқы. Жеті атадан өзінің генетикасының мықтылығының арқасында біз аман қалып отырмыз. Қалай? Міне қараңыз, Америкада жергілікті индейстер. Олар да біздегі тұқымдас екен. Ал бірақ олар өздерінің жерінен айырылып қалып, қазір резервуарда тұрады. Ал біз еш тынбай 24 сағат күресіп, өз ұлтымыздың, жеріміздің, ел мен жердің, біздің мемлекетіміздің барлық түзету үшін, ұлтымыздың аман қалып қалу үшін, мемлекет құрушы қазақ ұлтының аман қалу үшін біз еңбек етіп, желтоқсанда бас көтеріп, міне биыл 40 жыл болады сол жеңісімізге. 5 жыл соғысып, 90 жылы тәуелсіздік жеңіп алып, міне Құдай қаласа 35 жыл болады біздің жеңіске жеткенімізге. Ал сол жеңіске жетеміз деп қуғын-сүргінге жеткенге 40 жыл болады. Міне сондай біз ол сияқты қаншама ұлт азаттық көтерілістер бар. О аңырақай ұлы отан соғысы деп айтсақ та болады қазақтың. Содан бастап осы желтоқсанға дейін есептейтін болатын болсақ, қазағымыз күрестік өзіміздің жеріміз үшін, тіліміз үшін, болашағымыз үшін, осы жаңа Қазақстанымыз үшін. Сондықтан азық-түлік қауіпсіздігі мен экологиялық таза өнім ол бізде бірінші мақсатта тұрған іс. Сондықтан оны сізбен біз кешегі айтқан кооперативтік товар өндірісі, капиталистік кооперативтер құрмасақ, бізде ол болу мүмкін емес. Сол себепті 2024 жылы 1 наурыздан мемлекеттік тілде, 10 наурызда ағылшын халықаралық тілде Жапония мен Қазақстанның, Қазақ пен Жапонның товар өндіруші кооперативтерді дамыту үлкен инвестициялық шартқа қол қойылды. Ал 2025 жылы Қазақстан және Орта Азия плюс Жапония деген үлкен қазір қалай айтсақ болады, одақ дейміз ба, іскерлік азаматтардың бастары қосылып, мемлекеттің деңгейінде және үлкен күрделі дүние жүзінің товар өндірістерін өндіріп, осы дүние жүзіне таратып жүрген жапондықтармен осы Орта Азияның 5 республикасы және Қазақстан және Жапония. Осы 7 мемлекет үлкен қызмет жұмыс жасалып жатыр. Міне биыл Құдай қаласа 2 жыл болады. 8 тамызда. Осы алдымызда 5 күннен кейін. 2 жыл болды жұмыс істеп жатқанына. Сондықтан біз осы көп тарапты агро-өнеркәсіптік товарларды өндіріп, Жапонияны басып озатын мүмкіндік бар. Себебі Жапонияда кризис. Ал біз ондай кризистердің барлығынан өтіп қазақ халқы қазір сақадай сай дамуға тұрмыз. Сондықтан соны дұрыс пайдаланайық. Осы 20 күннен кейін дауыс беріп, парламентте, құрылтайда жеңіске жетейік. Біздің мақсат басқарушы партия болсақ та, біз жасыл қоршаған ортаны қалпына келтіріп, қорғауды басқаруымыз керек. Оны біз ешкімге бермейміз. Үшінші, жасыл экономика, инновациялар мен заманауи технологияларды дамыту. Міне, жаңа ғана сізге айтқан әңгіме. Сол мақсатымыз. Сол айтылған шарттарда Жапония өзінің барлық ең алдыңғы және басқа дүние жүзінің 35 мемлекет қолдап отыр осы біздің шарттымызды. Солардың бәрі өз технологияларымен біздерді кішкентай ғана кооператив. Біз оны ойламаймыз, дау зауыттар емес. Кішкентай ғана шағын аяқ киімін жөндейтін сондай шағын бизнестен бастап, үлкен күрделі натрий, қазір ион аккумулятор шығып жатыр. Аккумуляторын неге шығармасқа? Бізде шығарамыз, сол шығаратын заводты қазір қол қойып, Жапонияның көптеген заводтарына және Қытаймен, біздің көршімізбен
Олар да кооператив қозғалысы жақсы дамытып жатыр. Ол жерде бізде партия, болмаса жаңағы басқа ұлт, дін жоқ. Бұл жерде таза экологиялық өнімді дамыту. Сол себептен Қазақстанда барлық мүмкіндік бар. Кеше айттым мен сіздерге. Сирек металдың бәрі бар. Оны кезінде Қонаев атамызға рахмет айтуымыз керек. 25 жыл сирек металмен Сәтбаев, Оңдасынов, Нұртас Оңдасынов. Сол кісілердің арқасында бүкіл Жапонның бұрынғы 400 мыңнан аса тұтқындары, оның ішінде әскери де бар, жай халық та тұтқындалған. Солардың көбісі біздің Қазақстанда жұмыс істеді. Сондықтан біз сол технологияларды, сол елдердің технологиясын, оларды аман алып қалып кейін үйіне қайтарған үшін, олар бізге өздерінің қайырымы дейміз ғой, қайтару, біздің кең пейіліміз үшін олар да қайырымдылық жасап бізге технологияларын бермекші. Яғни трансфер, ғылыми трансфер. Кешегі мен сіздерге айтқандай білім, ғылым технологиясы, экология технологиясы және мәдениет технологиясы. Сондықтан біздің тілімізде өнеркәсіпті қазақ тілінде, ақшаны қазақ тілінде жаратып, есептесіп, өзіміздің пайдамызды қазақ тілінде, қазақтың бюджетінде жаңағы цифрлық ақша деп отырмыз ғой. Оны ешкім тонап, ешкім оны бізді жеп қоя алмайды. Себебі ол әлемдік қаржылық система. Ол жерде құритын болатын болса, жер шары жарылып кетеді. Оған ешкім жібермейді. Сол себептен ештеңеден қорықпай, әсіресе экономист пен қаржыгерлер керемет жұмыс жасауымыз керек. Ең соңғы біздің мақсатымыз өте аз, бірақ нақты үлкен қозғалыстар. Табиғатты сақтау. Экожүйелер мен биологиялық алуандылықты қорғау. Яғни біздің мақсатымыз, Жасылдар Байтақ партиясының мақсаты осы Қазақстан тәуелсіз қазақ мемлекет құрушы ұлт мүддесін қорғап, оның қоршаған жасыл ортасын қалпына келтіріп, бүкіл дүниежүзілік климаттық өзгерістерге төтеп беріп, Қазақстанның ішінде болып жатқан барлық апаттарға, экологиялық катастрофаларға және көптеген шаруашылықта қаржы және осы жол саласы болсын, жалпы адамның өзінде де соның бәрін қалпына келтіру. Ол үшін үлкен мәдениет керек. Біз мәдениетіміз өте зор. Туран цивилизациясын құрған адамдармыз. Туран цивилизациясын және міне Алтын Орданың бәрі мойындап жатыр. Сондай цивилизацияны қалпына келтіруіміз керек. Жаңа формада. Себебі адам өзгерген жоқ. Мұнда заманның талабы өзгеріп жатыр. Себебі сол себептен жаңа катастрофалар неге? Бұрынғы тегін тамақ, тегін табады деп біреудің ақшасын ұрлап, соғып, жерін басып алып, тәуелсіздігіне суық қолын салып, төріңе шығып ап, жағаңнан ұстап атқан мемлекеттер көп қазір. Ал өзіңіз ойлап қараңыз. Бүкіл Біріккен Ұлттар ұйымында 194 ұйымның бір көп болса 2-3% сондайлар, соғыс құмарлар. Ал қалғандардың барлығы бейбіт өмір үшін күресіп жатырмыз. Сол себептен табиғатымызды қорғау, бейбіт өміріміз үшін таза су, таза ауа, таза жерді қалыптастыру сізбен біздің міндетіміз. Сондықтан осындай ауыр, үлкен конституциялық міндетті Жасылдар Байтақ саяси партиясы мойнына алып осындай мақсатты орындауға келіп отыр. Сол себептен біз саяси ұйым ретінде тіркеліп, осы саяси сайлауда ең басты заң шығарушы органда сайлауға бюллетенде 3-ші нөмірлі болып артымызда тұрған
қолдарыңызбен түртіп, иә деп, қолдаймыз деп дауыс берулеріңізді сұраймын. 23 тамыз күні, Құдай қаласа 20 күннен кейін сіздермен біз жеңісті тойлайық. Қазақ халқының бағын ашу үшін нағыз сәтті уақыт. Сол себептен болған барлық саяси, басқа соғыс болсын, ұлттық азаттық көтеріліс болсын, оның барлығының жеңісі осы сізбен біздің жеңіс. Сол себептен, құрметті желтоқсандықтар, құрметті 20 миллион қазақ азаматтары, Қазақстан азаматтары, соның ішінде 70% қазақ мемлекет құрушы ұлт өкілдері, соның ішінде 12 миллион электорат. Айналайындар, дауыс беріңдер. Сендердің дауыстарыңа біз зәруміз. Сіздердің дауыстарыңыз бізге қолқанат. Сол дауыспен жеңіске шығып, біздің депутаттар құрылтайда осы бүгін 7-ші күн зарлап сіздерге өнімді жетіп жатқан барлық заң жобалары жетіп, ол қабылданып, өмірде соның жемісін жейік. Сәттілік. Келесі кездескенше, ертең Құдай қаласа 5-ші серия 8-ші күні. Алдын ала ескертіп қояйын. 6 күні прямой эфир мүмкін жолда болады. Себебі мен Астанаға жол жүріп бара жатырмын. Кенжебекова менің депутатым, кандидатым, қарындасым, алып жүректі, алпамыстай жүрегі бар Кенжебекова Роза Темірқұлқызының қолынан сенімді өкіл ретінде алып, арғарай дауыс бергенше мен Ақмола облысы, Астана қаласы және Барабойда прямой эфир жүргізетін боламын. Көріскенше күн жақсы болсын. Ертеңгі 5-ші серияда.